Эйлер-Вен диаграммасына байланысты логикалық есептердің шығарылу тәсілдері. Немесе Эйлер-Вен диаграммасын Эйлер-Вен дөңгелектері деп те атайды екен. Білім бақтың жібермейтін қазығы, білімсіз бақ әлде кімнің азығы деп айтқан екен Мұхтар Әуезов. Енді Эйлер-Вен дөңгелектеріне байланысты есептер шығарғанда, ең алдымен сіздерге қосу ережесін таныстырып өтейін. Қосу ережесі бұл кез келген санаулы элементтері бар А және Б жиындары үшін А және Б жиындарын бірігуі тең болады екен. А жиынының санын қосамыз Б жиын санын және азайтамыз екі жиынның қиылысуы. Бұл деген қандай? Біз Эйлер-Веннің дөңгелектерін салып көрсетейік сіздерге. Бұл жерде бізде екі дөңгелек салынады, өйткені бізде екі жиын берілген А және Б жиыны. Енді бізге айтады. Мына жерде А жиынының саны, мына жерде бізге жазады екенбіз А жиынының саны, және мұнда Б жиынының саны, қандай да бір, және мына жерде екеуі қиылысқан А және Б жиындары қиылысқанда сандары ортаға жазылады. Бұл деген мынандай ғой, бізге айтады, мысалы, екі үйірме бар, ағылшын және орыс тілі. Ағылшын үйірмесіне, мысалы, қандай да бір 10 бала қатысса, орыс тілі үйірмесіне 7 бала қатысса, мысалы, айтады, 3 бала екі үйірмеге де қатысады дейді. Соны біз ортаға жазамыз қиылысуын. 3 бала екі үйірмеге де жатып тұр. Өйткені қараш, А мен Б жиындары қиылысып тұр. Енді осы жерде айтады, N, А және Б жиынның бірігуі дегеніміз жалпы, мысалы, бізге екі үйірмеге де қатысатын жалпы, мысалы, қандай да бір 30 бала болса, оның мысалы тек қана А жиынына қатысатын, тек қана Б жиынына қатысатын, және екеуіне қатысатын оқушылардың санын азайтқанға тең болады екен. Енді бізде М тең 3 болса дейді, яғни бізде 3 жиын берілсе, мысалы, бізде көбінесе мынандай есептер келеді. Балалар жаңа үйірмеге волейболға қатысады, баскетболға қатысады және футболға қатысады дейді. Осы кезде бізде осы формуланы қолданады екенбіз. Мына жақта мысалы А жиыны, мынау бізде Б жиыны, мынау С жиыны болса. НА деп тұрғанымыз тек қана А жиынының сандары, НА. НБ дегеніміз тек қана Б-ға қатысатын сандар, НС дегеніміз мынау С жиынына қатысатын сандар, және А мен Б жиынына қатысатындар. Мысалы, А мен Б жиынына қатысатындар мына жерге жазып қоямыз. Келесі А мен С жиынына қатысатындар, оны мына жерге жазып қоямыз. Енді Б мен С жиынына қатысатындар, Б және С жиынына қатысатын оқушылар, мына жерде мысалы 3 жиынға да қатысатын оқушыларды қосады екенбіз. Мына жерге жазып қойсақ, 3 жиынға да қатысатын оқушылардың қосындысы. Енді есеп шығару барысында бізге ары қарай түсінікті болады деп ойлаймын бұл дөңгелектерді шығару тәсілі. Бірінші есепті қараңыздар. Сыныпта 35 бала бар дейді. Яғни жалпы қанша бар? 35 бала бар. Бұл екі жиынның бірігуі, және формулада айтып кеткен А және Б жиынның бірігуі. Ол бізде нешеге тең? 35-ке тең екен, тең 35-ке. Олардың 20-сы вокалға қатысады дейді. Яғни бізде А жиынның саны қаншаға тең? А жиынның саны 20-ға тең. Енді 15-і Б-ге қатысады дейді. Яғни екінші Б жиынның саны қаншаға тең? 15-ке тең. Және 7 бала екі үйірмеге де қатысады дейді. Екі үйірмеге де қатысса, А және Б жиынның қиылысуын аламыз. Бұл 7-ге тең екен. Сосын бұл сыныпта осы екі үйірмеге де қатыспайтын бала саны бар екен. Соны табу керек. Сонда мына формуланы жазып кетсем, ең алдымен мен түсінікті болу үшін Эйлер-Веннің дөңгелектерін салып көрсетейін сіздерге. Мен екі дөңгелек саламын. Қараймыз. А жиыны деп тұрғанымыз ол бізде вокал ғой, бірінші вокал, екіншісі бізде ол би. Сонда вокалға қатысатын бізде қанша бала бар? 20 бала қатысады, биге 15 бала қатысады. Мына 20-ның ішінде 7 бала, қараңыздар, ол вокалға да биге де қатысады. Мысалы 15-шідегі 7 бала тоже вокалға да биге де қатысып тұр. Сосын айтады, бұл сыныпта осы екі үйірмеге де қатыспайтын баланы анықтау үшін біз не істейміз? Формула бойынша формуламыз жазып кетейікші. Формула не дейді? Екі жиынның бірігуі тең болады екен бірінші жиынның санына, қосамыз екінші жиынның санын, азайтамыз екі жиынның қиылысуын. Сонда бізде формула бойынша 35 тең болады екен. Мына жерде бірінші жиынға 20 бала, екіншіге 15 бала, екеуіне де қатысатын бала 7, және де бізге айтады,
екі үйірмеге қатыспайтын балалар бар ғой. Яғни бізде оған біз қосу x деп аламыз, қатыспайтын баланы. Неге? Өйткені қараш, барлық сыныпта 35 бала бар екен. Оның мысалы 20 және 15 баласы, соның ішінде 7 бала екі үйірмеге де қатысады. Сонда белсенді балалар бар екен, ал x бала, яғни қатыспайтын балалар бар екен. Осыны анықтау үшін не істейміз? Мына жерде бізде есептеп шығарсақ, x-іміз тең болады екен, теңдей құрсақ 7-ге тең болып тұр, сандар қайталанып тұр. Бұл жерде бұл сыныпта екі үйірмеге де қатыспайтын бала саны бізде 7-ге тең болады екен. Түсініп тұрмыз ғой, Енді қараңыздар, бұл Эйлервин дөңгелектерін үнемі қосу тәсілімен шығарамыз ба деген сұрақ туындайды, Бізде бұны қосу тәсілімен шығармай, біз мына дөңгелектерді пайдаланып та шығаруға болады. Мына бізде мысалы бірінші тәсіл болса, қазір мен екінші тәсілде көрсетем. Екінші тәсілмен біз қалай шығарамыз? Мына вокал жазып қоямын, қайтадан мынау бізде биге қатысатындар. Енді бізге айтады, 7 бала екі үйірмеге де қатысады деп тұр ғой. Мен ортаға 7 баланы жазып қоямын. Сосын айтады, 20-сы вокалға қатысады. Міне, вокалға 20 бала қатысады да, бірақ тек қана вокалға қатысатын баланы білу үшін, мына жер 20 баланың 7 баласы биге де қатысып тұр ғой, Ал бізге тек қана вокалға қатысатын білу үшін 20-дан 7-ні азайтамыз. Неше болады? 13 болады. Сонда тек қана вокалға 13 бала қатысады. Енді тек қана биге қатысатын бала деп сұрап тұрса, онда біз 15-тен 7-ні азайтамыз. 15-тен 7-ні азайтқанда бізде қанша? 8 болады екен. Тек қана биге қатысатын бала саны 8. Сонда біз не істейміз? Барлық бала саны бізде 35 қой. Бізге айтып тұрмын, сыныпта 35 бала бар дейді. 35-тен азайтайық. Тек қана вокалға қатысатын бала саны қанша? 13. Оған қосып алайық. Тек қана биге қатысатын бала қанша? 8. Және де екеуіне де қатысатын балалар ол қанша? Ол 7 бала, Сонда бәрін қосқанда қанша болады? 21, 28 болады, Осыны барлық 35 баладан, мына барлық үйірмеге қатысатын 28 баланы азайтсақ, бізде қанша шығады екен? 7 шығады екен. Сонда бізде не шығады? Мына 7 деген жауап қайтадан шығып тұр. Бұл жерде сіз қай тәсілмен шығарсаңыз да, сізге қайсысы ыңғайлы, солай шығарсаңыз болады. Бізде кейде осындай сұрақтар болады. Тек қана биге қатысатын баланы айтыңыздар, тек қана вокалға қатысатын баланы айтыңыздар десе, біз осылай ортасына қиылысатын санды азайтып таба алады екенбіз. Енді екінші есепке мен дөңгелектерді сызып дайындап қойдым. Берілген оқиық. Сыныпта 15 оқушы көркем өнерпаздар үйірмесіне қатысады. Олардың ішінде 9 оқушы домбыра тартады. Не тартады? Домбыра. 10 оқушы өлең айтады екен. Енді дөңгелектерімізді қарайық. Бізде қандай үйірмелер бар? Ол бізде домбыра деген үйірме бар. Екіншісі өлең айтады, балалар? Енді домбыра тартатын оқушылар бізде қанша? Бізде 9 оқушы домбыра тартады. Келесі қанша? 10 оқушы өлең айтады. Енді неше оқушы домбырада тартады, өлең де айтады. Яғни бізде ортақ қиылысатын балалардың санын білмейміз, неше оқушы, екі өнерде бар екен. Ал бізде білеміз, жалпы саны 15 екен. Мен енді қосу тәсілімен шығара салайын. Қосу тәсілімен 15 бізде тең болады екен 9-ға. Қосамын 10-ды, азайтамын x-ті. Қанша болады? X тең болады. 19-дан 15-ті азайтам, тең болады екен 4-ке. Осы бұл қосу тәсілімен шығаруға болады. Бұл есепті сіздер жаңағы қосу емес, жаңағы екінші тәсілмен де шығарсаңыздар болады. Көрсетіп кетсем, қалай онда? Мысалы, Эйлервин дөңгелектерін сызып көрсетейін, Мына жерде домбыра тартатын оқушылар, мына жерде өлең айтатын оқушылар. Енді біз ортасында екі үйірмеге де қатысатын оқушылардың санын білмейміз, x деп алып қойдым. Енді тек қана домбыра тартатын оқушыларды егер анықтайтын болатын болса, онда біз ол 9 азайту x болады. Тек қана өлең айтатын оқушылар, ол бізде 10 азайту x болады. Ал екі өнерде бар оқушылар x болады. Сонда біз тек қана домбыра тартатын оқушы, оған біз қоссақ, өлең айтатын оқушыны қосамыз, одан біз қоссақ, екі үйірмеге де қатысатын оқушыны қоссақ, мынаны, сонда бізде тең болады екен, 15-ке тең болу керек. Ары қарай теңдеу шығарсақ не болады? Мына екеуі қысқарып кетеді. Мына екеуі қосылады 19. Сонда x тең болады, 19-дан 15-ті азайтамын, тең болады екен 4-ке. Қалай шығарсақ та бізде осы 4 деген жауап шығып тұр, Енді сіздерге қайсысы ыңғайлы, сол тәсілмен шығарасыздар.
бірақ маған қосу тәсілі өзіме ыңғайлы. Үшінші есеп. 80 оқушының 20-сы домбыра үйірмесіне, 45-і қобыз үйірмесіне және 14-і қобызға да домбыраға да қатысады дейді. Сонда бізде екі дөңгелек екі жиын беріп тұр, иә? Біріншісі домбыра, екіншісі қобыз. Енді қараймыз. Жалпы саны қанша болып тұр? Ол бізде 80 болып тұр, иә? Жалпы саны 80. Енді 20-сы домбыраға қатысады, қобызға 45-і қатысады. Және 14-і екі үйірмеге де қатысады, иә? Араларынан бір оқушы таңдалды дейді. Бір оқушыны таңдап алыпты. Таңдалған оқушы домбыраны да, қобызды да тарта білмейтін оқушы болу ықтималдығын табыңыз дейді. Енді қараймыз. Біз егер қосу тәсілімен шығаратын болсақ, қараймыз. Барлығы 80 оқушы тең болады екен. Мына домбыра тартатын оқушы, ол домбыра да тартады, еще оның ішінен 14 оқушы қобыз тартып тұр ғой. Бұл жерде тек қана домбыра тартады десе, онда ол 6 оқушы болушы еді. Ал мына 20 оқушының 14 оқушы қобыз да тартады, иә? Соны біліңіздер. Сонда бізде формула бойынша не дейді? Формуламен жазып кетейін ба? N, A және B жиынының бірігуі тең болады. Бірінші А жиынының саны, қосамыз екінші Б жиынының саны, және азайтамыз екі жиынның қиылысуы. Және бұны жазып кеттім. Осы бойынша 80, екі жиынның бірігуі, яғни барлығы тең болады 20, қосамын 45, азайтамын 14. Міне формула бойынша. Және осы 80 оқушының бәрі үйірмеге қатысу міндетті емес қой. Қосам үйірмеге қатыспайтын оқушылар бар, иә, 80 ішінде. X қайдан келді? Мына формулада жоқ деп түсінбей отпаңыздар. Бұл формула бойынша бұл барлық қатысатын оқушылар. Ал енді 80 оқушының ішінде қатыспайтын оқушы болса, оны біз қосу X деп аламыз. Әрі қарай теңдеу шығаратын болсақ, қалай шығарылады? 65-тен 14 азайтқан кезде бізде 53 болады. Сонда 80-нен азайтамын 53-ті. Бұл жерде 53 бола ма? 65-тен 14 азайтқан кезде 51 болады. Тең болады екен 29. Енді сонда бізде қатыспайтын оқушылар 29, иә? Қатыспайтын, яғни домбыра мен қобызды да тарта алмайтын оқушылар 29 дейді. Енді айтады, осы оқушылардың ықтималдығын табу керек дейді. Ықтималдық дегеніміз біз алдағы сабақта өтеміз. Ықтималдықтың формуласы бойынша ол бізде қалай болады? P тең болады N бөлінген M. M бөлінген N. Мұндағы M деп тұрғанымыз бізге керек сан, N дегеніміз ол жалпы санға бөлеміз. Енді бізге керек болып тұрған қанша оқушы керек болып тұр? Қобызды да, домбыраны да тарта алмайтын оқушылар саны. Керек сан ол бізде 29. Және жалпы саны ол бізде қанша? 80 оқушының ішінен алып тұр. 80-нен 29. Сонда біздің жауабымыз D жауабы болады. Жауабы 80-нен 29. Келесі, 4-ші есеп. Дүкенге жұма күні келген оқушылардың 23-і балмұздақ жеді, 13-і шоколад және 21-і кәмпит жеді. Бұл жерде 3 жиын берілген. Олардың 10-і шоколад пен кәмпитті 10 оқушы, 12-сі балмұздақ пен кәмпитті, 8 оқушы шоколад пен балмұздақты, ал 7-і осы 3 тауарды да сатып алды дейді. Дүкенге тағы 6 оқушы келді, бірақ олар еш нәрсе сатып алған жоқ дейді. Қанша? 6 оқушы ештеңе алмапты. Дүкенге жұма күні барлығы неше оқушы келіп тұр, яғни барлық жалпы саны сұрап тұр. Осындай ұзын есептер, бірнеше сандар бергенде көп бала шатасып, қорқып кетеді. Негізі қорқатын ештеңе жоқ. Бұл жерде мына элер мен дөңгелектер көмекке келеді. Міне дөңгелектерді салып қоямын, үлкендеу қылып сіздерге түсінікті болу үшін. Дөңгелектерді салып қойдым. Енді ары қарай мен түстерін өзгертейін. Бізге беріліп тұр. Қандай жиындар беріліп тұр? Балмұздақ. Оқушы не сатып алған? Балмұздақ сатып алған. Одан кейін не сатып алған? Шоколад сатып алған. Шоколад сатып алған. Одан кейін кәмпит сатып алған. Кәмпит сатып алған. Қанша балмұздақ? 23 балмұздақ сатып алған. Қанша шоколад? 13 шоколад сатып алған. Қанша кәмпит? 21 кәмпит сатып алды. Олардың 10-і шоколад пен кәмпит дейді. Яғни 10 оқушы шоколад пен кәмпит дегенді көрсеңіздер, қараңыздар, шоколад, кәмпит екеуін қиылысқаны 10 мін. Осы жерге жазамыз. 12-сі балмұздақ пен кәмпит дейді.
12-сі балмұздақ пен кәмпитті тауып аламыз. Мына жерге жазамыз 12-ні. 8 шоколад пен балмұздақ. Шоколад пен балмұздаққа осы жазамыз 8. Ал 7-еуі осы 3 тауарды да сатып алды дейді. Үшеуін де сатып алса, дәл ортасына қиылысқанда 7 жазып қойдым. Дүкенге тағы 6 оқушы келді дейді. Бірақ олар еш нәрсе сатып алған жоқ дейді, қосылу тағы 6 оқушы келіпті, бірақ ештеңе сатып алмапты. Енді біз ары қарай не істейміз? Қосу ережесін пайдаланып шығара салсақ болады екен. Бізде жалпы саны білмейміз ғой, жалпы саны, яғни ол n деп ала салайын, ол бізде тең болады. Формула бойынша қалай? 23 балмұздақ алған оқушыға қосамын, шоколад алған, сосын кәмпит алған, барлығын қосамын, шоколад, кәмпит алғанды қосам, және де азайтамын. Мына екеуден қиылысқандарды азайтып шығам. Яғни 8-ді азайтам, 12-ні азайтам, 10-ды азайтам. Осыдан кейін қосады екенмін, мына 7-ні, үшеуінің қиылысқанын қосамын. Және де оған мынау тағы 6 оқушы келді ғой, ештеңе сатып алған жоқ. Сол 6 оқушыны қосам. Соны ары қарай не істеймін? Есептей салам, 23-ке 13-ті қосқан кезде менде 36 болады, 36-ға 21-ді қосқан кезде менде болады қанша? 57 болады мына жерде. Мына жерде азайтып алам, минус 22, минус 32 болады. Минус 20, минус 30 болады. 57-тен минус 30-ды азайтқанда 27 болады. 27-ке 13 қосқан кезде қанша болады екен? Менде 40 болады. Сонда жалпы саны 40-қа тең болады екен. Сонда міне 40-қа тең, яғни 40 оқушы, 40 дұрыс оқушы дүкенге кірді деген сөз. Енді 5-ші есеп. Мекеме қызметкерлерінің 24-ті ағылшын тілін, 15-і неміс тілін, 14-і француз тілін біледі дейді. Яғни біз Эйлервин дөңгелектеріне бізге жаңағындай 3 дөңгелек қажет. Міне, мынау бірінші дөңгелек. Мен әр дөңгелекті басқа түспен сызайын сіздерге түсінікті болу үшін. Екінші дөңгелек міне. Және де бізде үшінші дөңгелекті алайын. Көк түспен алайын, міне 3 дөңгелек. Енді айтады, 24-ті ағылшын дейді. Мынау бізде ағылшын. Одан кейін 15-і неміс тілі дейді, неміс. Одан кейін француз тілі, француз тілі. 24 ағылшын есімін 24-ті жазам. Неміс тіліне 15 жазам. Сосын француз тіліне қанша? 14 оқушы. Олардың 6-ы ағылшын және неміс тілдері дейді. Қара, 6-ы ағылшын және неміс. Ағылшын, неміс деген жиындар тауып аламын, міне қиылысқан жеріне 6 жазам. Қиын емес қой міне. 5-еуі ағылшын және француз дейді. Тауып аламын, ағылшын, француз деген 2 жиын тауып алдым. Бұл қанша? 5-ке жазам қиылысқан жеріне. 4-еуі неміс және француз дейді. Неміс, французға мен 4 жаздым қиылысқан жеріне. Ал 3-еуі 3 тілде де біледі дейді. Міне 3-еуі 3 тілді білсе, мен ортаға жаздым. Мекемедегі кез келген қызметкер қандай да бір шетел тілін біледі дейді. Яғни барлық мекемедегі қызметкерлер шетел тілін біледі екен. Мекемедегі тек қана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екен анықтады. Ол үшін бізде жаңадан біз осындай Эйлервин дөңгелегін жаңадан салып алайық. Міне 3 дөңгелекті салып алдым. Енді қараңыздар. Қазір басқа маркер түсін таңдайын. Бізге айтады, мынау ағылшын тілін, мынау бізде неміс тілі, мынау бізде француз тілінде сөйлейтіндер. Енді айтады, мынау ортасындағы 3 ол тұра беретін, 3-ті ортасына жазып қоямыз, 3 тілде сөйлейтін. Сосын мына жерде 6-ның орнына, 6 дегеніміз ол ағылшынша және немісше сөйлейтін бар ғой. Соның ішіне мына 3 тілде де сөйлейтіндер кіріп кетті, сондықтан 6-тан 3-ті азайтамыз да, мына жерде 3 болады. Мына шыққан 3 тек қана ағылшын мен немісше сөйлейтін адамдар. 3 адам тек қана ағылшын мен неміс болады. Ал мұнда 6 деп тұрғанымыз ағылшынша немісше сөйлейді, және соның ішінде 3 адам жаңағы француз тілінде де сөйлейді, соған кіріп кетіп тұр. Енді мына жерде қараймыз. 5 деп тұрғанымыз ағылшынша, французша сөйлейтін адамдар. Соның ішінде бізде неміс тілінде білетін адам кіріп кетіп тұр. Сондықтан мына 3-ті 5-тен алып тастам, мына жерде 2. Яғни 2 адам ағылшынша мен французшаны ғана сөйлейді. Тек қана 2 адам ағылшын мен французша сөйлейді. Енді мына жерде мысалы
4 болатын болса, 4-тен 3 алып тастаса, мына жерде 1. Яғни бір адам неміс тілінде тек қана неміс пен француз тілінде сөйлейді. Енді ары қарай бізде сұрақ тұр. Тек қана ағылшын тілін білетін неше қызметкер екенін тап дейді. Ағылшын білетін негізінде ағылшынша 24 адам сөйлейді. Соның қараңыз. Үшеуі ол неміс тілінде де сөйлейді. Мына жерде екеуі французша да сөйлей алады, және де үшеуі үш тілде де сөйлейді. Сондықтан мына 3, 2-ні бір-біріне қосамыз, қанша болады? 8, 24-тен 8-ді азайтамыз, бізде 16 болады. Сонда тек қана ағылшын сөйлейтін бізде адамдар, ол бізде 16-ға тең. Енді бізде сұраса, тек қана неміс тілінде сөйлейтін адамдар саны қанша деп сұраса, біз не істейміз? Тек қана неміс тілінде болатын болса, біз ол кезде былай істейміз. Мына жерде 15 қой неміс тілі. Осы 15-тен азайтушы едік. Мына 3, 3 және 1-дің қосындысы 7-ні. Сонда бізде 8 шығады. Тек қана неміс тілінде сөйлейді деп сұраса, онда бізде 8 шығушы еді. Ал енді сұраса, тек қана француз тілінде деп сұраса. Бізде француз тілінде 14 адам ғой. 14 адам сөйлесе, оның қара екеуі ағылшынша сөйлеп кетеді. Біреуі немісше де біледі, ал үшеуі де үш тілді біліп тұр. Сондықтан мына 2, 3, 1-ді қосып азайтсақ, 14-тен 6-ны азайтсақ, қанша болады? Тоже 8 болады екен. Сол кезде бізде тек қана француз тілі деп сұраса, онда 8 адам болады. Тек қана неміс тілі десе, онда 8 адам болады, ал ағылшын тек қана ағылшынды сұраса, бізде 16 адам шығып тұр. Сонда жауабы 16 болады. Келесі, 6-шы есеп. 54 жігіттің әрқайсысы күшті, ақылды және сымбатты деген қасиеттерінің ең болмағанда біреуіне ие дейді. Күшті және ақылдысы 17, ақылды және сымбаттысы 25, күшті және сымбаттысы 16, ал күштісі 30, ақылдысы 37 және сымбаттысы 35. Қанша жігіттің бойында 3 қасиетте бар дейді. Бұл жерде оқысаңыздар шатасып кетуіңіз мүмкін. Сол үшін де біз ең бастысы мына дөңгелектерге дұрысынан жазып орналастырамыз. Мына жерде қара, күшті, ақылды және сымбатты дейді. Яғни бізде 3 дөңгелек салу керек біз мұны. 3 дөңгелек саламыз. Біріншісі ол не дейді? Күшті дейді. Екінші қасиет ол бізде ақылды дейді. Ақылды қасиет. Так, үшіншісі ол бізде сымбатты қасиет. Сымбатты деген қасиет. Осы кезде бізде қараймыз. Күшті барлығы 54 жігіт екен. Енді айтады. Күшті және ақылдысы дейді. Қана күшті, ақылды деген тауып аламыз да, бізде қанша? Ол 17 дейді. Ақылды және сымбаттысы 25 дейді. Ақылды, сымбаттысы 25. Мына жерге дұрыс орналастырамыз ұяшыққа. Күшті және сымбатты дейді. Күшті және сымбатты дейді. Міне 16, жаз қойдым. Ал күштісі 30 дейді. Яғни күштісі ол тек қана күшті деп тұрған жоқ. Жалпы күшті 13-де 17-сі ақылды, 16-сы сымбатты болып кетті. Ақылдысы 37 дейді. 37-сі ақылдысы. Және сымбаттысы 35, сымбаттысы 35. Қанша жігіттің бойында 3 қасиетте бар. Яғни мына ортадағы X-ті анықтау керек. Және бізде барлығы 54 жігіт деп тұр ғой. Бізде сол формула бар ғой. Сол формула қоя саламыз басындағы формуланы. Сонда формула бойынша қалай екен? 54 жалпы тең болады. Мына жерде бірінші жиынның саны 30, қосамыз екінші жиынның саны 37, қосамыз үшінші жиын ол бізде 35. Азайтады екенбіз. Қиылысқан 16, 17, 25-ті азайтамыз. 16, 17 және 25-ті азайтамыз. Содан кейін қосады екенбіз. Мына үшеуінің қиылысқан біз қосамыз формулада. Әрі қарай теңдеу құрып шығара саламыз. Осыдан бізде x-міз тең болады екен. Мұнан бәрін қосып шықса қанша болады? 60, 90, 102 болады. Мына жерде 16, 17, 25-ті қоссақ 33 минус 58 болады. Сонда жазылақ 102-ден 58 азайтамын. Минус 58. Қосу x. Мына жерде 54 қазір теңдеуді шығарып жібереміз. Сол кезде қалай болады? 102-ден 58-ді азайтқан кезде бізде шығады екен 44 шығады. Сонда 54-тен азайтамын 44-ті. Тең болады екен x. Осыдан x тең болады 10-ға. Сонда бізде 10 жігіттің бойында 3 қасиетте де бар. Жауабы D болады.